қазір Солтүстік Қазақстан облысы Сергеевка қаласындамыз. Бақытжан Насқызы екеуміз әкімшілікке кірген болатынбыз. Қазір әкім жұмыс орнында жоқ, совещаниеда. Сосын Бақытжан Насқызы біздің Анардың үйіне алып келді. Анар Қызылорда облысының тумасы, оңтүстіктен солтүстікке деген бағдарламаның қатысушысы. Кішкене өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, не себеп болды осында келуге, және де қанша болды осында тұрып жатқаныңызға? Биыл 5-ші жыл. 5-ші жыл, иә? Иә. Не себеп болды, және де неге сіз осы бағдарламаға қатыстыңыз? Қатысқанда мен білген жоқпын негізінде. Просто мен денсаулығым нашарлады да, оңтүстікте тұрғанда. Экология мәселесі да. Сосын климат ауыстыруым керек болды. Сосын солай аяқ асты келіп қалдым. Сосын негізі қыдырып келгем. Сосын қыдырып келіп едім, осында погодасы бәрі ұнады. Сосын көшуге шешім қабылдадым. Бақытжан Насқызы, сіз басында Анарға көмектестіңіз, иә? Қандай мәселе болды? Бақытжан апаны мен пойызда көргенмін. Пойызда келе жатқан кезде. Сол кезде айтты. Кез келген мәселе болса шешуге тырысам, көмектесем деп. Сосын осы үйді алып берген осы кісі негізі. Осы кісінің арқасында осы жақсы жерде орталықта отырмын. Иә, мына акиматтың қасы ғой. Мына жерде әкімшіліктер терезеден қараса көрінуі мүмкін. Қандай мәселе болды Бақытжан? Бұл енді мына қызым пойызда кездесіп осылай өзінің танысып отырмыз ғой. Сосын өзінің басындағы қиындықтарды айтты. 2 баласы бар, жолдасы қайтыс болған екен. Сол бұларға берген үйге от жағатын үй екен. Бұлар енді сонау ыстық жақтан, жылы жақтан келген ғой. Сол от жағу қиын, мәселесі өте қиын алып кеттім. Енді қайтпасам болмайды деп сөйдеді. Сосын жоқ, олай болмайды. Мен қарастырайын, сол Шалақынға барсам жолығайын, мән-жайды білейін деп келгенде, осы бірден кіргенде әкімшілікке кіріп осы мәселені айттым. Содан ол кісілер енді бірден мә деп бере қоя ма? Сосын болмадым. Сонда енді 2 баласымен кішкентай қайтамы деп отыр. Сол дұрыс емес қой, енді біз оларды құшақ жая қарсы алудың орнына кеудеден itергендей болып жатырмыз ғой. Осы балаға қалай да бір жағдай жасаңыздар деп сөйдеп едім. Жарайды, болды апа деп осы үйдің кілтін берді ғой. Бірден. Сөзді айтпастан. Сол мінекей суы бәрі ішінде, от жақпайды. Мынау Анар қызым қазір рақаттанып отыр. Бұл қыз өзі пысық. Шаштар асып алды, қолынан келмейтін өнері жоқ. Тігін тігеді, көрпе анамыналарды тігеді. Тағы да біріне ашам деп жатыр ең ғой. Той салонын аштым. Той салонын ашам. Аштыңыз, иә? Той салонын ашам, апа жуырда. Соның ашылу салтанатына шақырам деген оған апасының уақыты бола бермейді. Сол құтты болсын айтуға келіп отырмын енді міне. Міне осы сонымен өзімнің туған қызымдай болып кетті осы қыз. Өзіме, жаныма да, жүрегіме де жақын, амандығымды сұрап атады, апалап. Осы айтқан сөздеріне мен де ризам. Сол маған істеген жақсылығы, қайтқаны осы жақсы орнығып, біздің солтүстікке сіңіп кеткеніне мен ризамын. Естеріне сала кетсек, біздің партия, Бақытжан Насқызы, оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасына сын айтқан болатын, және де оған қоса көптеген ұсыныстар енгізген. Біздің депутат Нұрлан Сатыбалдыұлы Әуесбаев мына оңтүстіктің әкімдерімен қатысып осы бағдарлама туралы сұхбат жүргізген, және де көптеген ұсыныстар енгізген. Оған қарамастан біздің енді партия мүшелері, белсенділері Бақытжан Насқызы осы оңтүстіктен келген азаматтарға көмегін тигізіп жатыр. Олардың мәселелерін шешуге, билікке жеткізуге осындай үлкен үлестерін қосып отыр. Сол үшін біз Анардың үйіне келіп, жұртқа, халыққа көрсетіп жатырмыз. Барлығында да осындай жағдай жақсы емес. Қиын жағдайда кезігіп отырған оңтүстік азаматтар бар солтүстікте. Бірақ олар Бақытжан Насқызына хабарласса, немесе біздің партияға хабарласса, өтініштерін жазып, осындай проблема болып жатыр. Біз оны әрине билікке жеткіземіз. Оны бірі естір проблемасын, бірі естімес. Бірақ дегенмен де мына ұлттық бағдарлама болғандықтан ол жұмыс жасау керек. Оған қаражат бөлініп жатыр. Оның стратегиясы бар, оның ойы, жоспары болғандықтан ол бағдарлама жұмыс жасау керек. Енді бұл біздің енді Анар ханымды біз өзіміз көрсетіп отырмыз. Осындай осы елде қалып бизнесін жүргізіп жатыр. Бұл жақсы тәжірибе деп айтуға болады. Балалары ер жетіп қалды, мінекей үлкені Қызылжар қаласында
индустриально педагогический колледж бар, соның нені ЧС дейді ғой. Сонда міне екінші курсын оқып жатыр ма? Міне соған да өзім Алтыншы класс көмектесіп. оқитын кезде келген, Иә. қазір студент Жігіт екінші болып класс. Жақсы. Екінші курс оқиды. Иә, тәрбиелі студент енді демалысқа да келетін шығар. Келіп тұрады. Иә, Аллаға шүкір енді. Келесі жылы бітіреді. Иә, мінекей сол. Міне енді соныменен анар осы жерді жерсініп қалды, айналайын. Келесі жылы балам да жұмысқа тұрады ғой осында. Оған да сөйлесіп жатырмыз. Қазір бағдарлама бойынша қандай да бір көмек бар ма? Әлде бұл бастапқы үй берді сізге? Мен қаражат берді? арендаға отырам ғой. Енді мен жер алғым келеді. Бұл үй арендада ма сізде? Жоқ. Жаңа бизнесімді алып отқан жерім аренда. Енді мен жер алып, соны өзім соғып алғым келеді. Жаңа помещение, енді аренда төлеймін ғой ай сайын. Оған 150 мың төлейміз. Енді өзіме жер алып, соны көтерсем ба деп отырмын. Сол жер мәселесін шешіп берсе деймін. Ал бұл үйді сізге сыйлады ма? Жоқ, әзір арендный жилье. Мынау аренда төлеп жатырсыз, өзіңізге Енді приватизация жасай аласыз ба? келесі жылы приватизация болады деп жатыр. Өзіңіздің атыңызға 5 жылдан кейін, иә? Подъемный қанша ақша берді? Біз келгенде 215 мың болған. Бір рет? Иә, бір рет. Одан кейін жоқ. Тек өзім неммен, күшіммен көтеріліп келатым. Әрине ол қиын, от жағу, пеш жағу, сізде газ шығар, иә? Жоқ. Центральный Центральный отопление. Иә, қалада болса. Ал ауылда болса, әрине ол қиын. Көмірі керек, ағаш отыны керек. Енді осыдан кейін қазір мінекей аға жеңгесі, анасы көшіп келді, сіңтісі көшіп келді. Былтырғы жылы бір аға жеңгесі көшіп келіп, жаңа айтып отырды ғой, 6 қызы бар екен. Оларға осындай жаңа үй берген, сол 1 жыл тұрмай атып төбесі түсіп кетіп, мынау едені бәрі түсіп кетіп, маған анар звондады, солай қиындық көрініп жатыр аға жеңгем деп. Сосын өзіме звондадым, не жағдай көріп білейінші деп. Сол балалары сарайда жатыр, күннің дәл осы кезде, дәл осы кезде үйге кіре алмайды. Содан әкімге звондасам, әкім айтады, оларға үй берілді, енді қайтадан біз оны жөндеуге міндеттеміз, олар өздері білдіріп тастады деп. Сосын мен айттым, 5 айдың ішінде олар қалай білдіріп тастайды? Ондай болмайды дедім. Салған кісі кім қабылдап алды? Сол өзі жөндеп берсін. Бізде бюджетте ақша қаралмаған, енді оны сентябрьде көреміз дейді. Сосын мен айттым, айналайын ау деп сөйдедім. Мына өтті үлкен ұят нәрсе болайын деп тұр. Сіз өзіңіз барып көріңіз сол үйге дедім. 6 бала шырылдап, маса сонаға таланып сарайда жатыр. Расында солай болды ғой. Содан не керек әйтеуір анау немене үй салатын, немене деп жатыр анау. Соларды шақырып, олар келіп, найқалып, үйтіп, мүйтіп, ақырында өзі күйеуінің қолы не біледі екен, соған ақшаны аударып, өздері салып алды. Сосын соны күзді күні олар түсті, сол үйге қайтадан рахметін айтып жатыр. Не болса да көріп кетейін деп, өзім тағы осында кісілермен келіп, сол үйді көрдім. Көрсем тамаша қылып, өздері қайтадан салып алыпты. Салған үйлерінде сапа жоқ. Сапа жоқ. Мінекей. Үкіметтің салған үйлері. Негізі мен ойлаймын да, көп отбасылы балалар болады ғой. Бір үйде 7 адам. Сондайларға квадратурасын үлкен қылып берсе деймін. Мысалы, қазір данный момент мен ағамда 7 бала, 6 емес. 7 балаға 3 бөлме өте тар деп ойлаймын. Иә, әрине 7 бала бар. Иә, 7 баласы бар, иә. Сол бәрі бір жастағы бала емес қой. Біреу үлкен, біреу кіші. Міне сондай. Сол мысалы көші-қон мәселесін тура жолға қою керек деп ойлаймын. Мынау көшіп келгендерге дұрыс бағыт-бағдар беру керек. Мен осылай келгендерді, өзім әкелген көшіп келгендердің бәрін өзім қадағалап отырам, әкімнен сұрап отырам, талап етіп отырам. Міне қазір Алла жаса неге барамыз? Ибраев ауылына. Онда да өзім көшіріп әкелген отбасына базар Берік деген жігіттің үйіне барамыз. Көрсетем онда. Енді мына қызымның еті терісі пысық болып отыр ғой. Өзі келгеннен мінекей шаштыраз ашып, тігін цехын ашып, енді міне тағы да той несін ашып отқаны өте үлкен жетістік деп ойлаймын мінекей. Міне үлкен жетістік өз бетіменен осындайларға кішкене қанаттандырып, кішкене ынталандырып келгеннен кейін, сырттан келген деген оңай емес қой, соны оңтүстіктен келгендер. Біздің жаққа солтүстікке 6 ай қысы бар жерге істеп кету деген оңай емес, сондықтан
бұл көші-қон мәселесінде қайтадан қарап, қайтадан дұрыс бағдарлама жасаған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет сізге.